6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Кейт, абайла. Рахмет, әке. Алаңдамаңыз, Хитуэйф екеуміз бәрін тындырдық. Білем, бірақ өрт сөндіру жүйесінің неге істемегенін анықтаңдар. Қап. Қане, Джерри, қоқысты белгілеп, құрылғыны қос. Грэм, шынымен нанороботтың бәрі табылды ма? Бізге артық шудың керегі жоқ. Бәрін тексердім, әке. Ал Коди бүгінгі кезекшілігіне шықпай ма? Я, ол әлгі жарыста. Кешігетін болдым. Қараш, қандай әдемі. Я, керемет екен. Қане, алға, қане! Ерліктерін елестеріне сақтап келеді бәрі боттарды мақтап. Оптимус Прайм жіберген бұл топтың басты міндеті құпия сақтау. Адамдарға көмек қолын созып, әрбірісіне қолдап көрсек. Бот дегенің адамның досы, армандаған тыныштықты осы. Міне боттар, келді көмекке, ертіңбеске. Міне боттар, келді көмекке, келді көмекке. Коди деген жолдастары бар, келеді қандай жауында олар. Бұл біздің боттар, Трансформерлер, құтқарушы боттар. Адамдар айтқандай өміріміз қыл үстінде болды. Қыл үстінде, Чейз. Бірақ дұрыс айтасың. Рахмет. Коди, не болды? Қоқыс таситын көлік көшеге шығып кетті. Жетер, енді көшеде жарыспайсың. Қауіпті ғой. Алаң болмаңыз, тәртіп бұзушылар сотта жауап береді. Жүк көлігін сотқа шақыра алмаймыз, Чейз. Сонда кім кінәлі? Бұл сұрақты әкімге қою керек. Бас компьютер кінәлі. Ол ескірген. Жай техникада басқара алмайды. Өрт сөндіру жүйесі қосылмайды. Көліктер тау жолынан ұшып кетеді. Қоқыс тасығыш бағытынан жаңылады. Бүгінге дейін осылай болды. Ескірген компьютерді жаңасына ауыстыратын кез келді. Жап жаңа компьютерді бірінші біздің қала қолданатын болады. Бүкіл техниканы бір ғана сенімді құрылғы басқаратын болады. Жартылай емес, толықтай. Сонымен, көп созып жатпастан, қырағы компьютерді назарларыңызға ұсынамын. Мінекей, қараңыздар. Керемет емес бе? Мінекей. Мәссаған керемет. Сәлем, менің атым Виджел. Мен осы қалаға тәртіп орнатуға келдім. Барлық техниканы мен басқарам. Бағдарламасы толық енгізілмепті. Енді қалада жол апаты мен оқыс оқиғалар болмайды. Марза, роботтарыңыз оны тиесін. Докрин бағдарламасын енгізет. Роботтар, кірісіңдер. Компьютер болса да, ниеті жақсы екен. Бірақ қорқынышты. Қырағы компьютер туралы оқыдым. Шынымен кез келген технологияны қадағалай алады. Бүкіл қаланы бақылайтын компьютердің керегі қанша? Адамдарды қорғай алса керек қой, әйтпесе. Жұмысымыз күн сайын қиындап барады. Тұрғындар толық тәртіп сақтайды дейме? Бұл мүмкін емес. Әсіресе біздің қалада. Бос уәде беретін компьютерді ұнатпаймын. Виджел айтқанын орындаса, шынымен де керемет болатын еді. Адамдар аман есен болса, құтқарушыларға да қауіп төнбейтін болады. Дұрыс айтасың, ол маған ұнады. Біріншіден, компьютер жанды нәрсе емес. Екіншіден, оқыс оқиғаларды тоқтата алмайсың. Өмірде бәрі болады.
Сонда да жұмыс көп болатын сияқты. Алло? О, сәлем, Фрэнки. Тездет, Виджел жұмысын бастағалы жатыр. Док процессорды неге мұнда қойды? Сақтық шарасы. Қандай қауіпсіздік жүйесін орнатқанымызды көрсең. Әлі ештеңе байқаған жоқпын. Кіріп көр, сонда өзің түсінесің. Солай ма? Компьютер сейфте тұр ма? Доктор Марокко сияқты біреулер ультрадыбыстық зеңбіректен де қорқпайды. Виджел тек тәжірибелік үлгі әкім мырза. Оны мұқият тексеруіміз керек. Егер кішірейтіп... Бас сөз, Гриффинрок жай даммайды, қарыштап даммайтын болады. Іске көшеміз. Сәлем, әкім Ласки, доктор Грин. Сәлем, Фрэнсин. Әлде Фрэнки дейін бе? Фрэнки де болады. Керемет емес пеге? Коди, қаланың қауіпсіздігі үшін өзіңмен және отбасыңмен бірігіп жұмыс істегің келеді. Біздің кім екенімізді қайдан білесің? Менде қаладағы әр тұрғынның жеке мәліметі бар. Я, бірақ қазір осында екенімізді қайдан білдің? Мен бәрін ұялы телефонның белгісі арқылы табамын. Әкім, бұл жеке өмірге қол сұғу ғой, қауіпті емес пе? О, қауіпсіздік үшін төзерміз. Виджел қала сенің қолыңда. Яғни қолың болса солай дер едім. Я. Менің қолым бар, әкім. Көзім де бар. Бәрін көре алам. Сәлем, Дон. Негізі сары түс, тежегішті басыңыз, тез жүрмеңіз дегенді білдіреді. Сізге айыппұл салынатын болды. Күніңіз тыныш өтсін. Көмектесіңдер, балам. Хитуэйв! Балам аман ба? Тыныш, тыныш. Ұйықта, балақай. Әлси аман есен, Рубио ханым. Оны өзім құтқардым. Гриффинрок құтқару қызметі. Қоқыста өрт шықты, қазір топты жіберемін. Ей, жолдан кет! Белгісіз себеппен құтқару көлігіңізді басқара алмаймын, Кейт. Мұнда кіруіңізге басқа тәсілмен кедергі жасаймын. Біздің жұмысымызды тоқтатайын дедің бе? Өрт пропан толы цистерналарды орап алды. Жарылыс болады. Өздеріңізге қауіп төніп тұр. Әке, Джерри сонда цистернаның қасында жатыр. Естісі жатыр. Қателесесің, Коди. Джерри үйінде. Сондықтан бұл жерге біреуіңді де кіргізбеймін. Топ іске кіріс. Қап, түтіннен ештеңе көрінбейді. Коди, Джерри қайда? Төмен түссеңдер, алдарыңда 4 метр жерде жатыр. Көріп тұрмын. Джерри, сені шығарып аламыз. Тездету керек.
Джерри, амансың ба? Виджал, не істегеніңді түсінесің бе өзің? Түсінбеймін. Джерри үйінде болған. Өйткені телефоны сонда қалыпты. Джерри ылғи сөйтеді. Қаланың басқа тұрғындары да дәл сондай. Онда мен әкімге айтайын. Бәрі тәулік бойы аптасына 7 күн байланыс құралын ұстап жүрсін. Меніңше бұл мүмкін емес. Виджил, бәріміздің мақсатымыз бір. Солай ма? Бізбен жұмыс істеп көр. Бізге қарсы келме. Көліктеріңді бақылай алмасам, бірге жұмыс істей алмаймыз. Бұл қалада бірақ дауыс болуы керек. Ол менің дауысым. Бёрнс отбасы маған бағынсын. Күндерің тыныш өтсін. Енді Виджил бізді аңдып дауысымызды ести алмайды. Онымен жұмыс істегіміз келмейді. Өте қауіпті. Оны тоқтату керек. Жазым болмаса аздап жазалау керек. Жарай. Өте қауіпті. Виджилдің істегені дұрыс емес. Бірақ қаламызда техника бұзылса оны жөндейтінбіз. Доққа хабарласам. Қазір. Фрэнки, құймақ пісірдің бе? Құймағыңды жақсы көрем. Әдетте шикі болмаушы еді ғой. Ас үйдегі техниканы Виджил басқарады. Табамен шырын сыққышты қолданатын жасқа жеткен жоқ деп ойлайды. Қызық екен. Тыңдап тұрмын. Док, сен әлгі жаңа құралмен жұмыс істеп көруің керек. Қалайда? Істейін. Өзімде шикі құймақ жегім келмейді. Кеш жарық, Виджил. Бағдарламаңды аздап түзеуім керек. Мынаны жауып алдың ба? Кедергі келтірсеңіздер, қала қауіпсіздігін сақтай алмауым мүмкін. Мұны өзің тілеп алдың, Виджил. Сені қайта жүктейін. Дитер, не істеп тұрсың? Дитер енді маған ғана бағынады. Доктор Грин, Фрэнки, сіздерден қорғанбасам болмайды. Бұл жерден 10 секундта кетіп үлгеріңіздер. 9, 8, 7... Кеттік. Мені Алты. Фрэнсиін деп ата. 5, 4, 3, 2, 1. Бәрі жақсы болады. Әуелі әкімге жолығамыз немесе жолықпаймыз. Біз қамалып қалған сияқтымыз. Қызым. Фрэнки? Коди, Виджил бізді жүк жедел сатысына қаматты. Коди? Сәлем, Фрэнси. Фрэнки? Әке, Виджил Док пен Фрэнкиді жедел сатыға қамап тастапты. Докқа оның бағдарламасын түзе деген болатымын. Оларды ұстауға хақы жоқ, бір амалын табу керек. Табамыз. Меніңше шөп орғыш көліктерді бізге қарсы пайдаланады. Виджил мән-жайды түсіндір. Құтқару тобын басқара алмаймын. Демек, мен үшін бұл топ өте қауіпті. Сене жүйеден ауытқайын дедің бе? Бізді қамауға хақың жоқ. Бұл қауіпсіздік емес, зорлық қой. Қаланы толықтай қорғау үшін бұдан да қатаң шектеу енгізетін боламын. Бұл зорлық қой. Қысым көрсетушілерді жек көрем. Хитвей, оны тәртіпке салшы. Әрине. Жоқ, Виджил дұрыс айтты. Оған кедергі келтірмейік. Әке, бірақ... Тұрсыз. Қалай сонда, неге? Кешіріңіз мырза, түсінбедім. Құтқарушы боттар көмекке барады. Не болды? Мына жерден. Бірақ мен, бұл жер тар ғой. Мен Хаксли Брескетпін. Жасырын жерден сөйлеп тұрмын. Өткені үйден шыға алмаймын. Сіздер де шықпаңыздар.
Виджил онсыз қаланың қауіпсіздігін сақтай алмайым дейді. Ол құтқарушылар мен әкім сияқты кей тұрғындарды қамап тастаған. Қала көшелерін, аралымызды қайтарып алып, бұрынғыдай еркін болатын кез келді. Тыныш, Виджилге айтпаңыздар, әйтпесе... Зертхананың осынша тереңде екенін білмеппін. 3 жер асты қабаты бар. Виджил 2-ші қабатында. Ол жерден қандай қауіпсіздік құралдарын көрдің? Виджил сейфте тұр. Фрэнки ультрадыбыстық зеңбіректер туралы бірден айтқан. Мәссаған, зеңбіректен қорқам. Ол жерге байқатпай кіру керек. Бұл менің қолымнан келмейді. Өрт сөндіргіш құрал ма? Оны көрерсің. Соққы беруге дайындал. Лазерлі сымдар екен. Жүріңдер. Өзім жол бастайым. Док, Фрэнки, біз мұндамыз. Бізді уайымдамаңдар. Виджилді өшісіңдер болғаны. Байқаңдар, ультрадыбыстық зеңбіректер есіктің артында. Көрінбей өте алмаймыз. Жақсы болды ғой. Бір сұрағым бар. Зеңбірек оқ жаудырса есіктің астынан қалай өтеміз? Есікті қағамыз. Дәл солай істейміз, Чейз. Есікті қатты қағамыз. Кеттік. Тық-тық. Сөндіру тетігі істемейді. Басқару панелін басып алдым. Менің еңбегімді еш кетіре алмайсыңдар. Онда басқа тәсілін көрейік. Мен ескерттім. Қазір көп мөлшерде тоқ жіберем. 10 секундтың ішінде бұл жерден кетіңдер. 9, 8, Кетейік. Сөйтіңдер, құтқарушы баттар. 7. Тоқтаңдар. Виджил роботтардың ішінде адамдар бар. Бізге қауіп төнсе, еңбегің еш кетеді. 5, 4. Мақсат адамдарды қорғау. 4, 3. Мақсат Виджилді қорғау. 2. Адамдарды қорғау. Виджилді қорғау. 2. Жүйеде ақау бар. 1. Қорғаныс 0%. Қате. Жай сөндірейін дегенмін, бірақ болды, дұрыс болды. Дұрыс айтасың. Тексере салу артық етпес. Шығу қауіпті емес пе? Иә. Әзірге қауіп сөзін айтпаңыздаршы. Сөзіне қосылам. Әрине. Мен де қосылам. Қауіпсіздік қауіпті болады деп ойламаппын. Айтшы, Фрэнки, қауіпсіздікті қоя тұрып, бәлкім екеуміз құймақ пісірсек қайтеді. Әрине. Және көбірек шырын сығамыз. Бүкіл қауіп қатері жол апатымен бірге Гриффин Рок қайтадан адамдардың қолына өтті. Иә, сендерді шектен тыс қорғаштамауға уәде бердім. Бірақ
Оны дәлелдеуім керек пе сонда? Иә! Онда мәреде кездескенше. Қоқыста суға жоламаңдар. Ондайға таң қалмаймын. Әкім бас компьютерді қалпына келтіріп, жаңартуды бұйырды. Ал Виджилге не болады? Бағдарламаны толықтай аяқтап, бәріңізге қош, сау болыңыздар дегім келеді. Сәлем, менің атым Виджил. Фильм Қазақстан ұлттық арнасында аударылып дыбысталған. 2020 жыл. Менің анам әкелді хоккей спортына. Бірінші мен тренерді көрдім, сосын балалармен таныса бастадым. Мені Никита Васильевич деген тренер мені үйретті балонмен. Еще раз повторить, лицом спиной, переход назад, поехали. Оп. Жаңа фишкамы, балондармы, соны соларды қойып, жаттығу істейміз. Біз шайбалармен жаттығамыз, қолымыз жақсы болсын деп. Сосын дөңгелектермен анау айналуға үйретеді, аяғымыз жақсы болсын деп. Сосын анау дриблинг істейміз шайбамен. Мурамир у нас Біздің